Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге кепкен өріктің пайдасы туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіңіз, және де видеоның соңына дейін үзбей менімен бірге болып тыңдап көріңіз. Өріктің жаңа піскен түрінен гөрі кептірілген түрі пайдалырақ келетін жемістердің бірі. Өрік кептірілген соң ондағы бета-каротин мөлшері 2 есе, Е дәрумені калий, кальций, фосфор және темір 5 есе, тағамдық талшықтар 9 есе, магний 13 есе артады. Кепкен өрікті күнде жеуге 3 себеп. Бірінші себеп ол антиоксиданттар. Бұл заттар ағзаны еркін радикалдардың қауіпті әсерінен және майлардың артық қышқылдануынан қорғайды. Сондай-ақ иммунитетті көтереді және ісіктердің пайда болу қаупін төмендетеді. Кепкен өріктің құрамында бета-каротин, С және Е дәрумені, флавоноидтар, кальций және темір секілді маңызды антиоксиданттар бар. Олар бірге жүрек жұмысын жақсартуға, жоғары қан қысымын төмендетуге және ісінуді басуға көмектеседі. Ал бета-каротин сондай-ақ көруді жақсартып, шырышты қабықты қабынудан қорғайды. Екінші себеп темір. Кепкен өріктің тағы бір артықшылығы темір жетіспеушілігінің, яғни анемия болдырмауға көмектеседі. Сондықтан дәрігерлер болашақ немесе жас аналарға күніне 1 уыс кепкен өрік жеуді ұсынады. Үшінші себеп тағамдық талшықтар. Олар тамақтың ішектер арқылы жылдам өтуіне және пайдалы микрофлораның өсуіне көмектеседі. Кепкен өрікті күнде жесеңіз, іш қату секілді жағымсыз проблема болмайды. Тағамдық талшықтар майлар ауысуын жақсартып, дене сымбаттылығын сақтауға көмектеседі. Кепкен өрік, яғни курага, ас қорыту жүйесіне пайдалы, стресстің және қан аздығының алдын алады. Құрамындағы А дәрумені терідегі ақаулардың еміне оң әсерін береді. Күніне 5 дана кепкен өрік жеу құрамындағы калий арқылы жүрек бұлшықеттері мен нервтерінің жетілуіне маңызы зор. Сонымен қатар каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лайкыңызды баса кетіңіз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып тыңдағаныңыз үшін рахмет.